Жарты ғұмыры түрмеде өткен қазір марқұм ағам болды. Бала кезінде қасына жақындауға батпадым, қорқатынмын. Есейе келе білім қуып қалаға кеттім. Ағам да сыртта жүрді. Әр түрлі жағдайда жолымыз тоғысқанымен амандық саулық сұрасудан әріге бармадық. Сұсты кісі еді. Адамға көзін тіктеп қарайтын. Артынан сөзде борап жүретін. Ой, оның қаны бұзылған ғой. Адам өлтірген қаншер кімді аясын дейтін. Оны ұнатпайтын топ. Ал оны сыйлайтын көпшілік жігіттің төресі ғой. Әттең, өмірде жол болмады, әйтпесе қайда деп көтермелеп қоятын. Сол ағаммен 90-шы жылдардың басында Арқалық қаласында кездесіп қалдым. Кәуап сатып жүр екен. Бұл кезде менің де еңсе көтеріп, еліріп жүрген кезім. Ағаммен кәуап жеп отырып, алаңсыз әңгімелестім. Өте сауатты еді, жарықтық. Заң тармақтарын, баптарды шемішкеше шағатын, қағілез ғана қара кісі. Анау айтқандай, Аплатон күші де байқалмайды, бірақ рухы мықты екенін, намысы арда екенін қасында отырғанда сезінесің. Тік қарайды, көзі қаршығаның көзіндей өткір. Сөзінен ұққаным, алғаш рет 18 жасында сотталыпты. Әлі ештеңе білмейтін бірінші курстың студентімін. Жатақханада қырғын төбелес болды. Бәріміз ішіп алғанбыз. Қате болайын десе, аяқ астында ғой. Жоғарғы курстың бір баласын ыңғайы келген сәтте күрестің әдісіне салып шалқалай лақтырдым. Ауылда күреспен шұғылданғанмын. Ол бишара сол жатқаннан тұрмады, жолны үзіліп кетіпті. 10 жылды арқалап кете бардым. Анам аңырап қала берді. Түрменің де өз заңы бар ол кезде. Өтірік айтуға болмайды. Болған оқиғаны бүкпесіз айтасың. Жігіт болсаң қасқиып жүресің, мүгіт болсаң мазақсың. 10 жыл отырып елге оралдым. Мінез құлық өзгерген. Анам бақилық болып кетіпті. Ағайын туыс баяғыдай емес, салқын қарсы алды. Ол кезде сотталған адамға жұрт шошып қарайды. Сөйтіп уақыт өте берді. Сол жылдары елге келімсектер жан-жақтан құйылып жатты. Ішінде тау халықтары көп, өздері әпер бақан, қалталарынан пышақ түспейді. Ел іші гу-гу әңгіме, өсек аяң. Сыпсың сөзден ұққаным, олардың басынғаны сонша, ауылдағы қыз қырқынға тесіп қана қоймай, оңашада жолықса, топ болып зорлап жіберуді әдетке айналдырыпты. Обалы нешік, елдегі атпал азаматтар оларды ұрып соққанымен, олардың жыны басылмағанға ұқсайды. Бір шама уақыт өтті. Тракторге отырдым, шөп шабамын. Тар қапастан шыққан адамға ауыл тірлігіне үйреніп кету қиын екен. Қайтемін, төселіп келе жатқам. Бір күні ауыл шу ете қалды. Үй салып жатқан келімсектер мектеп жасындағы қызды тапа-тал түсте ұстап алып, зорлағалы жатқан жерінен ауыл жігіттері үстінен түсіп құтқарып қалыпты. Намыстанған жігіттер кешкілік сыбағаларын берейін деп барса, бәрінің қолында бір-бір пышақ деді, жалақтаған. Көздеріне қан толған, өздері удай мас, жақындатпаған. Мұны мен кеш естіп қалдым. Әй, намысымның қозғаны-ай. Түннің бір уағында әлгілердің жатақтарына жалғыз бардым. Етігімнің қонышында қос қол араның темірінен арнайы істеп алған қара пышақ. Барсам бәрі гәр-гәрді беріп жатыр. Көпшілігі удай мас. Ағаш үстелдің үстіне бастарын қойып қылжиып жатқандары біраз. Қуықтай бөлменің іші көк түтін. Әбден құтырғандары сондай, сақтық дегенді мүлде ұмытыпты. Отырғандар мен кіріп келгенде шошып түсті. Төрде отырған төбедейінің түсі суық екен, алара қарайды. Мен көп мыжып отырмай жаргондата сөйледім. Істеп жүрген істері үшін жауап беретіндерін, түрмеде қыз зорлағандарды аямайтынын ескердім. Қазақ халқын бұлай басынуға болмайтынын, егер бұл әпербақандық жалғаса берсе, арты жақсы болмайтыны айтылды. Сөйтіп, орнымнан тұрғалы жатқанда басым ду ете қалды.
Арттан келіп біреуі табуреткамен ұрыпты. Есімді ауылдың шетіндегі қалың қамыстың арасында жидым. Күн шыжып тұр, басым сынып барады. Тұла бойым қан жоса, тәлтіректеп көлшікке барып әрең жуындым. Сүлдерімді сүйретіп шоқталдың арасына барып жан шақырдым. Не болса да тапжылмай түнді күттім. Мені шарқ ұрып іздеп жүрген адам көрінбейді. Қонышымдағы пышақ жоқ. Іңірде түстау, ұры қасқырдай ұрланып ауылға кірдім. Үйге де соқпай тура тарттым. Кіріп келсем, сол кешегі көрініс. Сүйретілген сұлбалар, арсыз күлкілер, әр жерде қылжиған міскіндер. Кешегі дәу сол орнында отыр екен, қалғып-шұлғып. Алдындағы столдың үстінде қара пышағым қадалып тұр. Мені көре сала таңырқанған кейіптей ұмсына беріп еді. Шалт қимылдап жетіп бардым да көкірегінен теуіп жібердім. Шалқалай барып құлады. Қара пышақты стол үстінен жұлып алып, боқтанып, аюдай қорбаңдап тұра бергенде жүрек тұсынан кірш еткіздім де пышақты бұрап жібердім. Егер пышақты денеге салғанда бұрап жібермесең, алынбай қалады. Бұл маған кейін айтқаны. Артыма жалт бұрылсам, кешегі мені қапыда ұрып құлатқан неме болса керек, тағы да табуретканы көтеріп төніп келеді екен. Оның да өкпе тұсынан ұрдым келіп. Өкіріп барып құлады. Жындыны жынды басады демекші, менің айбарымнан қаймыққан болар. Бөлменің іші сілтідей тынды. Көздері бақырайып кеткен бәрінің. Шығып жүре бердім. Тағы да сотталдым, 15 жылға сөйтіп деген еді ағам. Бір қызығы сөзінен өкініш табын сезбедім. Қайта мақтаныш лебейседі. Мен ауылымның қыздарының ары мен абырой үшін сотталдым. Түрмеде беделді болдым. Сол үшін деді маған. Сәл үзілістен кейін әңгімесін жалғаған ағам. Ол кезде түрмеге қыз зорлап түскендерді аямайды. Қорлықтың көкесін көреді. Қапас түрменің өзінде қыз абыройы ардақты дегені есімде қалыпты. Қазіргі түрмеде қалай екен? Әй, ол кездегідей емес шығар. Әйтпесе бүгінгідей малғындар жер басып жүрмеседі ғой. Сөз соңында айтарым. Ағамыздың өмірін сол кезде барлығы бірдей қолдаған жоқ. Барлығы бірдей қорғаған жоқ. Ал ол болса, қыздың арын қорғау үшін, қазақ қызының арын қорғау үшін өз өмірін бәске тігіп, өз өмірін қор етті. Қыздың ары тапталған қоғам арсыз қоғам. Қаншама ібілістер адам кейпінде жүр. Ол оңбағандар менің де, сенің де, оның да маңайында жүруі мүмкін. Сондықтан абай болайық ағайын. Нағашыбек Қапалбек.